Сәлем. Новый фильтр, жаңадан фильтр. I love Incruzes. Именно осы парақшада болған жоқ еткені. Жиналамыз. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін үйге кеш келдім. Дүкенге барып, тез аузымды ашып, сағат 10-дағы эфирге сіздерге асығып. Сәлематсыздар ма? Бұл біздің қазақша эфир. Күнде сағат 10-ның кезінде осы парақшада қазақша презентация дейді ғой. Байқоңырдан, сәлем Байқоңыр. Қандай қаладансыздар жазып жіберсеңіздер, кішкене бір минут, сосын бастаймыз. Көңіл күйлеріңіз керемет па? Бүгін бізде Гүлмира ханыммен эфир. Алматы. Мен өзім Қарағандыдамын. Қазір менімен бірге Гүлмира ханым шығады. Ол кісі Қызылордадан, қазір таныстырып өтем ол кісінде. Пока қазір оған дейін жинала берейік. Мен қаламды таламай атырмын. Нарматова ханымды қазір қосамын. Қазір кішкене. Сатпаев, Алматы, Байқоңыр. Мен өзім Қарағанды, Қызылорда. Нарматова Гүлмира ханымның командасы жиналып жатырған шығар. Бүгін бізде Байқоңыр, Қызылордаға жақын ба сонда? Нарматова ханым келді. Қазір мен музыканы өшірейін, 1 минут. Бастаймыз музыканы. Так. Кеш жарық барлықтарыңызға сәлематсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі эфирді біз қазір бастаймыз. Бүгін бізде қазақ тілінде, ана тілінде 3-ші эфир. Бүгінгі эфир бізде Нарматова Гүлмира ханыммен болады. Гүлмира ханымның осы компаниядағы ранг дейміз ғой, біздің компаниядағы жетістіктері өте керемет. Ол кісі аумақтық директор, тенговый миллионер дейміз ғой. Ол кісі миллионер, біздің теңгеге шаққанда миллион теңге ай сайын алып тұрады. Осы біздің Incruzes компаниясынан. Командасында 500-ден астам адам бар. Гүлмира ханым Қызылордада тұрады. Командасы, мені көріп отырмын, командасы қосылып Гүлмира ханымды сұрап жатыр. Қазір Гүлмира ханымды қосамын. Ол кісі аумақтық директор, 3 рет круизда болған, 3 рет. Қазір өзі айтып береді, бірақ мен несін білемін, қандай круизда болғандарын. Персидский залив дейді ғой, сонда болған, сосын кейін Мальдивы, одан кейін Европада болған, 3 рет круизда. Қазір ол кісі маған жіберді. Мен қазір ол кісіні қабылдаймын. 1 минут. Ханымға запрос жіберді. Мен қазір ол кісіні қабылдап жатырмын. Сосын Гүлмира ханымды қарсы аламыз. Бүгін біздің тақырып біздің компания, Incruzes компаниясының маркетинг. Мені келді. Гүлмира ханым, кеш жарық, қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Даусым естіліп жатыр ғой, Иә? Сіздің даусыңыз естіліп тұр. Оразаларыңыз қабыл естіліп тұр, иә? Әумин. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, біздің серіктестер. Қалдарыңыз қалай? Айнұр ханым, оразаңыз қабыл болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін, сізге де ораза қабыл болсын. Мен көріп тұрмын, сіздің командаңыз қосылып, сізді іздеп жатыр бағанадан. Гүлмира ханым қайда деп. Мен айтам, қазір кішкене күте тұрыңыздар, қосамын деп. Мені қостым, команда сізді күтіп отыр. Тек қана команда емес, бізде осы парақшада айтып кеттік қой, мұнда қонақтарды да шақырамыз. Қонақтар, серіктестер, клуб мүшелері. Бұл парақша ашық және барлық біздің компания туралы білгісі келетін барлық
адамдарға арналған, иә, кім қандай ақпарат алғысы келеді, біз күнде сағат кешкі 10-да немесе 2 адаммен осындай қандай да бір нәтижеге жеткен маркетинг директор рангынан бастап барлық біздің клубтың директорлары, серіктестері күнде сіздерге арнап қазақша ақпарат беретін боламыз. Бүгінгі біздің эфирдің қонағы Нарматова Гүлмира ханым. Мен ол кісі туралы кішкене айтып кеттім. Енді өзіңіз айтып кетсеңіз, сосын кейін мен сіздерге сұрақтар қою арқылы, өйткені біз келістік қой, интервью сияқты болсын деп, иә, біздің бүгінгі эфир адамдарға мүмкін солай қызықты болар. Гүлмира ханым, сөйлей беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сіз Айнұр ханым тоқталып қалғансыз. Менде интернеттен болу керек, білмедім. Мен дауысым естіліп жатыр ғой, иә? Маған естіліп тұр. Сіз кішкене былай нетіп тұрсыз, иә. Загрузка болып, кішкене болып қалды сондай. Интернет нашар. Сәлеметсіздер ме, құрметті серіктестер, құрметті қонақтар. Менің есімім Гүлмира Нарматова, Қызылорда қаласынан болам. Өзім негізі таныстыра кетейін, өзім мұғалім. Осы бизнеске келу себебім де, осы бизнесті менің жүрегім қабылдау себебі де, осы Инкруз компаниясын таңдау себебі де, мен осы мұғалімдік жұмыстан қосымша табыс тауып, осы мемлекеттік жұмысты жұмыс жасап жүріп, қосымша табыс тауып жүріп, осы үлкен керемет компанияға келдім. Енді көбінесе менің командам жаңа айтып жатыр ғой, бізде Қызылорда облыс бойынша командамда өте үлкен кісілер бар. Маркетинг директор, сеньор маркетинг, оны қазір көбісі қонақтар түсінбей жатар. Енді бұл бизнесті бастап айтып кетейін. Біз қандай бизнесті насихаттап жатырмыз? Біздің бизнестің аты Инкрузис деп аталады. Біздің компания президенті американдық Майкл Хатчин деген кісі. Ол кісіні бұл компанияға келіп тұрған кезінде мен өзім 2 апта үйде жатып зерттеген болатынмын. Қандай компания, ертеңгі күні есікті қағып біреу үйіме келіп ақшамды қайтар деп тұрмайды ма деген сияқты. Менің бірінші осы компанияны естіген кезде бірінші зерттеп көрейін деп 2 апта осы компанияны жақсы зерттей келе, бұл компанияны өте қатты жақсы көрдім. Президенттен бастап зерттедім. Бұл кісі өте білімді. Біздегі Тасмағамбет бар, әйгілі мысалға экономист. Сол бұл кісіде өзінің Америкада орны бар, Билл Клинтоннан кейін экономика жағын басқарған кісі екен бұл кісі. Бұл кісінің бірнеше компанияны экономикасын басқара қоймай, бірнеше компанияны жаңа кризистен алып шыққан кісі, антикризисный жаңа менеджер деп айтады ғой. Бұл кісі Энтони Робинсонның компаниясын 8 жыл нөлден бастап ең қазіргі Энтони Робинсонның сабағының өзі 4,5 миллион, сондай дәрежеге жеткен Майкл Хатчин. Екеуі жан болады, бірнеше кітаптары бар. Экономист болғаннан кейін біздің халықтың әл-ауқатын, қанша қандамай компания болсын, соның әл-ауқатын көтеріп отыратын осы. Бұл кісінің келе жақсы көрдім. Бұл кісінің Фейсбукта парақшасы бар, өзінің телефондары бар, хабарласып барлық нәрсені сұрақтарға жауап беріп отырады бұл кісі. Біздің Қазақстанға өзі 3 рет келіп, үлкен форумға, Қазақстанға келіп, үлкен форумға қатысты. Бұл бизнесті қалай ашты? Бұл компанияны ең бірінші зерттей келе, енді неліктен бұны біздің Қазақстан ғана емес, 180 мемлекетке қалай дамытты? Қарапайым халықтар қазіргі таңда көбісіміз білеміз, шетелге шықпақ түгіл, Алматы, Астанаға барып демалу үшін бір қалтасында ақшасы бар ғана жылына 2 рет барады деп ойлаймыз, демалып тауға, Көкшетауға. Мен өзім мұғалім болғандықтан, мен Қазақстанның ішіне демалуға мүмкіндігім болған жоқ. Өйткені 90 мың айлықта отырдым, 7 жыл мұғалімдік жұмыста жасадым. Енді біздің ата-анамыз қарапайым болғандықтан бізге айтатын оқы, наныңды жейсің дейтін тұғын. 5 жыл бойы сол мемлекеттік жұмысқа тұру үшін 5 жыл университетте оқыдым. Дипломды алып келгеннен кейін мемлекеттік жұмысқа тұр, мұғалім болсаң әйтеуір наның жейсің деген сол жұмысқа тұрдым. Бірақ мен өзіме бір нәрсе жетпейтіндей болды да, өйткені айлықтан айлыққа жетпей, кредит бар, басқа бар, әйтеуір бірақ жұмысыңды атқарасың, 100% жұмысыңды атқарасың, бірақ қанша
санаттар бар ғой, санаттарға шығасың, жарыстарға қатысасың, бірақ бәрібір төленетін бір айлық. Сондықтан мен бұл компания келген кезде мен зерттей келе, неге мынаны жасамасқа, неге көрсетпеске, мен ой түйдім. Сөйтіп осы компанияны зерттей бастадым. Компания 4 банкпен отырған, Пайонир банк, банкпен отырған. Біздің компания сақтандырылған компания. Компания мына 4 банкпен договорға отырудың өзі, әрбір банк договорға отырмайды. Әйтеуір компания болса, андан шыққан, мындан шыққан пирамида компанияларға ондай банктер договорға отырмайды. Бірінші менің жақсы көргенім 100% сенімділік болғаным осы банктермен договорға отырған. Екінші жағынан 5 штатқа тіркелген компания: Калифорния, Айва, Вашингтон, Гавайский остров, Флорида. 5 штатқа тіркелген компания. Компания Трайсмайтер деген компания финансовый защитаны жасайды. Финанстық сақтандыру компаниямыз. Одан кейін біздің круиздік долларларымызды Barclays банкте сақталады. Сіз кішкене тоқта қаласыз да, бірақ айта беріңіз. Дұрысын, бәрі. Компания Barclays банкте біздің круиздік долларлар сақталады. Barclays банкты мен зерттей келе, Англияда премьер-лига бар, Англияда ең үлкен футболдық команда бар екен да, солардың барлық ақшалары сол Barclays банкте сақталады екен. Barclays банк, мына швейцарский банктен кейін бүкіл әлем бойынша екінші орында тұрған банк екен. Мен соның бәрін зерттей келе 2018 июль айында 6 июль күні осы компанияға келдім. Бірақ Қызылордада біздің компанияны, осы Инкруз компаниясын бастаған кісілер вообще мүлден жоқ деп айтуға болады. 2018 июль айында, ол кезде біздің Қызылорда қаласына енді келген кезі, екінің бір сенбейді, круизға барып келген адам жоқ. Менің өзімнің жоғарғы спонсорым Боранбаева Айнұр, осы бізде Қызылорда қаласында тұрады. Сол кісі маған осы бизнесқа келдім, осында керемет бизнес бар деп маған только визиткасын берген тұғын. Үйге барып, мен сол визитканы алып, осы компанияны зерттеп, мен 100% сеніммен осы компанияға келдім. Бірінші келген кезде отпускының кезінде қалтамда көк тиын ақша жоқ, бүкіл жаңа алтындарымды өткізіп осы бизнеске келген болатым. Шын мәнінде өзім жүрекпен жақсы көрген компаниям. Әлі күнге мен үмітімді ақтап жатыр, менің командам үміттерін ақтап жатыр, сенімдеріне кірген барлық осы компания таба алмадым мен. Бірде мінін таба алмадым. Өйткені осы компанияның арқасында 7 жыл мұғалімдік жете алмаған жетістігімді осы компанияда 1 жыл 6 айда жетіп отырмын. Айнұр ханым, білесіз, 1 жыл 6 айда 15 мемлекетті көріп қайтып, командаммен бірге барып, осындай мүмкіндікті анамды керемет Дубайға апарып, мен Қазақстан үшін аралата алмағанда, осы компанияның арқасында мен анамның туған күнін сол Дубайда қарсы алдым. Сондай керемет мүмкіндікті мен осы компанияда жақсы көрген соншалықты осы зерттей келе, әрбір документтерін барлық легальность, Клея компаниясы 18 круизный линияның үстінен қарай, Клея компаниясының акционері, біздің компанияның президенті акционер болғаннан кейін, осыны қарапайым халықтар шетелге барсын, демалсын, табыс тапсын деп өте керемет компания ашты. Жаңа ғасыр, жаңа мүмкіндік дейді ғой, осы мүмкіндікті мен неге қолданбасқа, неге жасамасқа дедім. Өйткені бұндай мүмкіндік біздің Қазақстанда әлі мүмкіндік. Мен тоқтап қалып тұрмын ба? Жоқ, айта беріңіз, айта беріңіз. Мен тоқтап қалып тұрмын ба? Кішкене ғана қоса салайық, Айнұр ханым, өйткені плюс. Қазір. Айнұр ханым. Да, мына қосайын деп жатырмын. Аха, қостым. Сіз көрінсін деп алып тастадым. Айнұр ханым. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Плюс минус қойып тұрсын, комментарий қоса салайық, комментарий. Қостым, жақсы. Сіз кішкене қалып отырсыз ғой деймін бізден. Интернет, бірақ сіз айта беріңіз, запистен көреді ғой. Осындай мүмкіндікті бар екенін мен көргеннен кейін, осы бизнесқа келгеннен кейін, мен осы мүмкіндікті бірақ 1 жыл 6 айда көрдім, барлық мүмкіндікті. Круизді да көрдім,
табыс та таптым. 2500 доллар айлыққа шығу деген ол мен үшін, біздің Қазақстан үшін, біздің әрбір қарапайым халық үшін бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Шетелге 3 рет барып келу, әрбір қалтасында ақшасы бар адамның өзі ай сайын шетелге бара алмайды. Дұрыс қой, Айнұр ханым? Ай сайын шетелге бара рас, рас. қалтасында 1,5 миллион, 2 миллион ай сайын қалтасында тұру керек. Ал осы компанияда мен тегін бардым. Тегін біздің маркетинг қазір айтып кетем. Сондықтан осы бизнесқа мен келу себебім де осы қарапайым халықтар барсын, мен сияқты керемет мүмкіндікті алсын, мен сияқты айлық алсын деп, мен әлі күнге шейін мен қарапайым халықтар барсын, көрсін деп. Өйткені біздің ғана Қазақстан емес, 183 мемлекеттен осы компанияда қазіргі таңда табыс тауып жатқандар бар. Тағы да айта кетейін, бұл бизнесті қазіргі таңда біздің президентіміздің өзі кеше ғана әр 6 ай сайын бізде обучение сабақтар жүріп тұрады. Біздің президенттің қолдауымен Андоррада болды, бізде сосын кеше Мальдивада болу керек болатын, Мальдивада болмай қалды. Қазір мысалға осы карантинде, кризистің уақытында әрбір бізде интернациональный директор бар. Қазақша қалай? Халықаралық директорларын бастап, сондай 5.000 доллар, ақш доллары счеттарына түсті. Мен сол кезде тағы да бір бұл компанияның, бұл президенттің өте қатты жақсы көріп сыйлаймын да. Өйткені осындай кризистің заманында біздің халыққа, біздің әрбір топ мүшелеріне, сондай лидерларға сондай мүмкіндікті қалталарына ақша салып беріп жатқан мен өте тәнті болдым. Сондай мүмкіндіктер бар бізде. Енді қонақтар болса қазір түсінбей жатар. Біздің компанияны айтып кетейін. Біздің компанияда 2 жолы бар. Презентационный қазір мен көрсетіп кетейін. Менде бірақ орысша, мен жазайын ба тақтаға? Мен көрсетейін мүмкін. Тақтаға жазсам дұрыс шығар, Егер де мен бұлай көрсетіп отырсам. Бірақ менде жарайды, сіз бастай беріңіз жазып, сосын кейін мен мына жерден де көрсетіп отырам. Қонақтар бар екен, қонақтар бар екен, сондықтан Гүлмира ханым, сіз қазір клубқа қалай мүше болу жолын айтыңыз, сосын кейін маркетинг план қазақша мен осы жерден қосып отырамын. Келістік пе? Маркетинг план қазақша болса қоса беріңіз, мен айтып отырайын. Жақсы, міне, менде бірінші сіз мүшелік туралы айтып кетіңіз, сіз қалай мүше болдыңыз, клубқа мүше болуды қандай тиімділігі бар, айтыңызшы. 2018-дің 6 июль күні айтып тұрмын, қалтамда ешқандай ақша болған жоқ, бүкіл алтындарымды өткізіп, ешкімге айтпай, жолдасыма да ешкімге айтпай, осы бизнесқа, осы компанияға келдім. Өйткені сенімді болдым, өйткені мен бұл қазір тіркелмесем, мен ертең кеш болатын түсіндім да. Өйткені кеш болғанда бұл компанияны нақты ешкім түсіндіре алмайтындай болды мен үшін да. Мен өйткені осы компанияның әр бір несін, маркетинг планын жазып отырдым. Компания жай соны өзімнің оқуым бойынша мен жеткізіп отырдым адамдарға. Біздің Қызылордада енді 0 деп айтуға болады, жоқ болды біздің Қызылордада. Ең бірінші Қызылордадан біз бастадық. Енді мен сіздерге айтып кетейін, қазір былай қаратып, мен камерамды былай қаратып қояйын. 2018-дің бізде 2 жолы бар компанияда. Бірінші жолы мүше боласыз, мүше дейді, или клиент дейді, давайте, клиент. Клиент дегеніміз бізде мүмкіндігі жоқ қарапайым халықтар, мысалға шетелге бір демалғысы келеді, әркімнің арманы. Сіздің кеше арманыңыз Эйфелева башняны көру, мысалға Францияға бару, біреудің арманы Мальдиваға бару, мысалға. Біздің компанияда қарапайым халыққа айлық табысынан бір 10% 100 ақш долларын салып отырса болды. 100 ақш доллар дегеніміз ол 42.000 теңге, 43.000 теңге деген. 43.000 теңге қалтаңыз болсаңыз, сізге компания 200 ақш доллар салып береді. Мен ручкамен жазып айтып көріп тұр, кішкене. Екінші айда 100 ақш долларын салсаңыз, сізде тағы да 200 болып компания қосып беріп отырады. Бұл енді сіздің қалтаңызға емес, сізде Barclays банкте счет ашылады, соған сақталып тұрады. Бұған сіз круиз сатып аласыз. Орысша запатентованный круизный доллар дейді. Круиздік мүмкіндік ақша жинап отырсыз. Сізде мысалға
неше ай жинасаңыз да, қанша ай жинасаңыз да, сізге компания қосып беріп отырады. Соның бірінші жыл 60%-ын қолдана аласыз. Мгм. Жиналған ақшаны. Екінші жыл сіз 70%-ын қолданасыз. Үшінші жыл сіз 80%-ын, төртінші жыл 90%-ын, бесінші жыл 100%-ын. Енді Майкл Хатчсон бұны қалай құрды? Өйткені біздің қарапайым адамдар жинаған ақшасын бір рет барып саяхатқа барып келіп, екінші мәрте біздің компанияға оралып, тағы да саяхатқа бару мүмкіндігін жасап қойған. 5 жылда бүкіл әлемді аралап шығады деп компания жасап қойған. А егер бір рет барып қайтатын болса, турагентствода мысалға бірінші турагентство, екінші турагентстводан ала береді. А бізде осы мүшесі болдыңыз ба, сіздің артық ақшаңыз қалады. Мысалға сіз 5 айда $500 қалтаңыздан кетсе, сізде $1000 ақш доллар болып тұрады. 1000 ақш доллардың 60%-ын қолданған кезде сіз $600-ға сіз круиз сатып аласыз ақш долларына. Қалған $400 келесі саяхатыңызға аттатып дейді, қалады счетыңызда. Келесі сіз тағы да екінші саяхатқа бару үшін жағдай жасап қойған. Көрдіңіз бе? Бұл компания өте мықты жаңағы немен жасап қойған, программамен. Өте мықты. Сондықтан бұл ешқайда кетпейді. Жаңа айттым ғой, Barclays банкте сақталып тұрады сіздің әр жинаған ақшаңыз. Енді бұл түсінікті. Жыл сайын, например, мысалға, сіз менде 13 ай жинағандар бар, бір ай асып, 13 айда 2600 круизный доллар болып тұрады, круиздік доллар. Соның 60%-ын қолданған кезде $1820-ға круиз сатып алды, $1820. Қалған $780 30%. Көрдіңіз бе, уже екінші 70%-ын. 30%-ын келесі саяхатына қалады счетында. $1820-ға өзімен бірге 3 адамды тіркемеге алып кете алады. Өзі және 3 адамды алып кете алады. Мына сумаға, мына ақшаға. Сонда өзінің қалтасынан $300 кетті, $520 ұтып тұр. Тағы да счетында $780 қалып тұр счетында. Круиздің бағасы қаншадан басталады? Круиздің бағасы әртүрлі. Бізде кабинетте мынау жабық сайт қой бізде. Бұл сайтта көрінеді, $250-300 басталады круиздің бағалары. 3 күн, 7 күн, 10 күн өзіңіз таңдайсыз. 7 күндік круизда 3 мемлекет 7 қаланы аралап қайта аласыз. Ең бірінші круизім Европа болды. Европада мен $370 қалдым. 7 күндік. Испания, Италия, Францияға. Керемет қой. Бәрі қазір круиз. Енді мен қалай келдім? Мен $295 франшиза төледім. Бір рет бизнеске. Оның $100 саяхатыма кетті да, $200 саяхатымда тұрды. Саяхат деп қояйын. Екінші $195-ға 1 жылдық франшиза бердім да. Бұл кошелек деп аталады. Банктық карточка келеді сізге. Кошелек дегеніміз осы банктық карточка аты жөніңізбен келеді. Енді компания условие несі бар? Жаңағы бағдарламасы бар. Егер сіз өзіңіз сияқты болмаса саяхатқа салып отыратын, болмаса сіз сияқты бизнеске келетін, серіктес болғысы келетін болса, компания сізге бірінші адамнан бастап $50 кошелегіңіз бар, карточкаңызге түсіреді. Екінші адам шақырсаңыз, компания $60 түсіреді. Үшінші адамнан $70, төртінші адамнан 80, бесінші адамнан $90. Бұның барлығы ақш доллар. 50, 60, 70, 80, $90 қосқан кезде $350 сіз шешіп аласыз. Салғаныңыз $295. Мұнда сізге 2400 ақш долларлық сертификат береді. Бұл сертификат дегеніміз не? Сіз ай сайын жаңағы $100 төлеуді құтыласыз деген сөз. Сізге компания өзі $200 1 жыл бойы салып отырады. Маған мысалға компания өзі салып отыр. Менің шақырғаным 5 адам. Бізде 5 түрлі
Гүлмира ханым кішкене қатып қалып жатыр, бірақ мен күтемін. Көрініп тұр, Көрініп иә, тұр ма, Айнұр бірақ ханым? көрініп тұр, бірақ тезірек тағы да қайталап жіберсеңіз, өйткені сіз интернетіңіз істемей қалды. Мен айтып жатырмын енді, бірінші серіктестен 50, екінші серіктестен $60, үшінші серіктестен 70, төртінші серіктестен 80, бесіншіден 90, алтыншы серіктестен 100, ары қарай кете бер 110, 150-ге дейін, иә? 150-ге дейін. 11-ші серіктесті қоссаңыз, әр қайсысынан $150 беріп отырады. Менде айта кетейін, Айнұр ханым, Да. желіде 3 күнде 30 партнер тіркеген бар менде. Керемет. Жасы 60-та Зейнеп деген кісі Мировойдан бірінші 3 күнде 30 серіктес бірінші қатарға қосып $5000 алған болады. Менде көбісі сондай быстро старт өте менің командам, білмеймін енді, өзім сияқты ма, менде ешқандай бонустарды құр қалдырған жоқпын. Бізде айтып тұрмын ғой, 5 түрлі доход бар, мен сізге тек қана 5 түрлі табыс бар. Бірінші табысты ғана айтып жатырмын. Сізде қазір болу керек. Қазір мен сізге апталық табыс дегеніміз, мысалы бір серіктесті қостыңыз, осы серіктес барады да, сіз сияқты тағы да серіктестер қосылады. Ол да сіз сияқты серіктестен ақша алады. 50, 60, 70 ақш долларын. Бұл кісіге $180 түсті ма, осы кісіге түскен ақша тап сондай ақша сізге де түседі. $180 сізге де түседі. Бұл апталық бонус деп аталады. Сіздің командаңызда кім қалай шақырады, солай сіздің командаңыз алған барлық ақшалардың сізге түседі. Командаңызда 3 адам серіктес қосылса болды. Бұл апталық бонус деп аталады. Аптасына сізге түсіп тұратын бонустар. Менің командамда топ басшыларым көбісі осындай бонустарды алды, апталық бонустар. Одан кейін бізде айлық табыс бар, ай сайынға айлық табыс бар. Сізде мысалға 5 серіктесті шақырдыңыз ғой, 5 серіктесіңіз, оларда адам шақырды, серіктестерді шақырды, оларда шақырды. Сіздің тобыңызда, командаңызда 30 адам, 30 серіктес келді ма, сізге компания $300 береді айлық ретінде, ай сайынғы табыс. Сосын быстр старт деген бар. Егер 30 серіктесті тіркелген уақыттан 3 ай көлемінде қоссаңыз, сізге $700 сізге қосымша бонус ретінде береді, быстр старт болған үшін. Енді оларда тағы да қоса бастайды. Сізден тағы да бұл кісілердің қосқанынан $5 визуалдық бонус деген бар. Командаңызға қанша адам қосылды, ай сайынғы $5 визуальный бонус деген бар. Бұл үшінші доход. Төртінші доход айлық дедім ғой. Одан кейін 100 серіктес болды ма, командаңызда сізде $1000 айлық ақш доллары түсіп тұрады, әр айдың 7 күні. Одан $500 сізге визуалдық $5 түсіп тұрады. Менде қазір 12 маркетинг директор, қазақшасы қалай? Маркетинг директор, міне мен неге салып қойдым? Шығарып отырмын эфирге шығарып отырмын. Сіз сосын жазып отырсыз. Маркетинг директор. Жазып тұр. 2 сеньор маркетинг директор. Өзім 250 адам болған үшін Гүлмира ханымда 250 адам, сондықтан ол кісінің қазіргі рангы аумақтық директор, $2,500. Ол теңгеге шаққанда $1,000,000 ай сайын, $1,000,000-нан астам теңге айлық алып отыр. 2500. Айнұр ханым естіліп тұр ғой? Иә, енді естілді, айта беріңіз. Айнұр ханым. Біз естіп тұрмыз, бірақ сіз қатып қалып жатырсыз. Интернет кішкене нашар, Гүлмира ханымда. Мен естіліп тұрмын ба? Мені қалай естіп тұрсыздар? Мүмкін Гүлмира ханым тоқтап қалғанда мен айта берсіз, жалғастыра берейін ба? Қалай ойлайсыздар? Мен естіп тұрсаңыздар, плюс қойыңыздаршы. Мен естіліп тұр ғой, иә, Гүлмира ханым, бірақ сіз кішкене қайта жоғалып кетіп жатырсыз. Мен қайта айтып кетейін. Мен қазір
қазір мына 2500 ақш долларында мен тұрмын ғой, желтоқсан айынан бастап. Енді командаңызда 500 адам болған кезде сіздің айлық табысыңыз 5000 доллар болады. Плюс 2500 доллар бонусымен. Командаңызда 1000 серіктеске келді ма? Мен өзім серіктес қана қараңыз. 5 серіктестен 250 адамға кетті ғой. 250 адам әрқайсысы бір адамнан шақырған кезде бір серіктестен 500 адам болған кезде 5000 доллар ол оңай келеді былайша. Енді шамалы еңбектену керек. Мен өзім 1 жыл 6 айда жетіп отырмын осы рангке. Осы рангке. Ары қарай 1000 ақш доллармен 5000 доллар сізге бонус түседі. Одан бөлек сіздің тегін әлемдік саяхаттайтын бонусыңыз бар, отбасыңызбен баратын. Одан бөлек айлық табысыңыз бар. Ары қарай көрсетпей ақ қояйын, өйткені халықтар ми ашып кетеді дейді ғой жаңағы, көп ақшаны көрсе. Бізде одан да жаңа 110 000 долларға шейін айлық табыс тауып жатқан біздің Қазақстанда өте көп. Қазақстан 2 адам бар, 183 партнер бар. 25 000 доллар, 10 000 доллар айлық алып жатқан сондай мүмкіндіктер бар. Енді айта кетейін, мен бұл компанияға қалай кіруі жайлы айта кетейін енді. Мен өзім мұғалімін деп айтып жатырмын ғой, Айнұр ханым. Өмірімде Бурабайға барып демалып көрмеген өзім. Ғой, ондай адамдар өте көп айналамызда. Отбасымен демалғысы келеді, тауға шыққысы келеді, теңізге барып демалғысы келеді. Бірақ мүмкіндік өте жоқ адамдар бар, енді оны жасыратын жоқ. Мен өзім де солардың қатарында болдым. 2018-дің шілде айында, 6 шілде күні осы бизнесқа келген себебім де осындай мүмкіндікті мен неге көрмеске, неге жасамасқа, мен де осындай жерде неге демалмасқа. Мен енді көбінесе тоқтап қалып жатыр, Айнұр ханым, тоқтап тұрған жоқ па? Жоқ, бәрі дұрыс. Мен жақсы. Өзімнің интернет желін ашып қарасаңыз да, басқа жақта бір теле бағдарламаны қарап қалсаңыз да, бір әдемі рекламалар тұрады ғой интернет желісінде де. Әдемі әншілердің демалғандарын, теңізге барып, Мальдиваға барып демалған. Мен өзім осы компанияны бастамай тұрған кезде, бірақ көбінесе армандайтын тұғым. Осы қарапайым халықтар неге шетелге баратын мүмкіндігі жоқ? Или біз жұмыс жасағанда сонда бір путевка берсе екен деп мен өзім жұмысымнан да сұрағам. Негізі өзім демалысты жақсы көремін, мұғалім болғандықтан Сарыағашқа барып демалғым келеді, анда барып демалғым келеді. Сол кезде жаңағы бізде профсоюз бар ғой, жұмыста профсоюздан сұраған болады. Мен Сарыағашқа барсам қалай болады, тегін путевка деген бар ма дегенде маған күлген. Қарағым ау, сенің алдында 100 адам тұр, 20 жыл, 30 жыл стаж. Кеше ғой сенің бұл жұмысқа келгенің дейді. Ал мен сол кезде 7 жыл стажбен тұрмын да. Сол кезде мен айтқанмын, ойбай, мынандай мемлекетте осындай мүмкіндік жоқ енді, бірақ билет береді да жылына бір рет демалуға. И то оған үлкен кісілер барады. Осы компанияны естіген кезінде мен үлкен кісілерден сұрадым, пенсияға кетіп жатқан кісілерден. Бізде апай, қалай енді пенсияға кетіп бара жатсыз? Сіз өміріңізде шетелге барып демалдыңыз ба дегенде айтатын, ойбой, жаныма мына тұрған Сарыағашқа барып демалмаппын дейтін кісілер бар мысалға да. Сондай үлкен кісілер де өте көп. Мына компания келгеннен кейін Қазақстаннан мен көрем да, 70-тен 80-нен асқандар демалып, круизда Дубайға барып демалып қайтқанын мен кәдімгідей көзіме жас алам. Осындай үлкен кісілер ерте болсын, кеш болсын, осындай мүмкіндікті көргене, осындай компания бізге Қазақстанға келгене деп мен күнде осы көрген сайын, әрбір қазақ көрген сайын мен қуанам. Өзімнің командамда осындай жерге барғаныма қуанам, өзім де барғаныма. Сол осы бизнесқа келген кезінде мен бірінші айтқанмын, анамның туған күнін осы корабльде, лайнерде қарсы аламын деп. Өйткені мен бір видео келген болатын маған. Шымкенттіктер 11 құда-құдағай 45 жылдығын тойлаған, 60-тан асқан кісілер ғой, енді 60-тан асқан кісілер. Солардың видеосын көрген кезде мен бірден айттым,
торт беріп туған күн тойлап жатқанда мынаның бәрі тегін ба десем тегін дейді. Мен де осы круизға барамын да тегін туған күн анамның туған күнін тойлайын дедім. 2019-дың 1 декабрь күні анамның туған күнін Дубайда қарсы алдық. Керемет қарсы алдық, тортпен қарсы алдық, өте керемет болды. Тортта келіп анам деген көзіне жас алды, өте керемет болды, оны тегін айта алмаймын. Керемет үлкен корабльде, лайнерде, тамағы барлығы тегін, театр тегін, анамның туған күнін театрда қарсы алдық. Туған күн қарсы алған сізге видеосы бар туған тортпен келген, соны бар болса қосып жіберіңіз. Мен білмеймін оны қайда екен, сіз көп видео жібердіңіз, сондықтан мен міне осыларды мынау ресторанда ғой енді осы жерде ма қазір? Ресторандарда меню береді, менюде баға жоқ біреуінде, өте керемет, тамақтары өте енді халал тамақтар да бар ол жақта, етпен жейсіз ба, море дейді ғой жаңағы балықтар жейсіз ба, өзіңіз таңдайсыз. Ең үлкен әлемдік швейцарлық поварлар ол жақта тамақ дайындайды, өте жаңағы официант бар ғой, даяшы. Сізді күтіп алып менюмен анамен бірге мынау Катар деген мемлекетте қаласында мен музыкасын қояйын. Қалай қарсы алып жатыр, естіліп тұр ма? Естіліп тұрған жоқ. Музыкамен сіздер лайнерден түстіңіздер, қалай қарсы алады, иә? Осы Катарда осындай керемет анаммен демалдым. Анамның, мен айта кетейін, анам 58 жасын сол корабльде қарсы алдық. Мен өзім осы бизнеске келген кезде айтқанмын, анаммен бірге демалып қайтуым керек, осы жерге баруым керек. Өмірімде мен айта кетейін, өзім екі қызбыз ғой, анамның туған күнін атап өтпеппіз. Біз былайша үлкен түкіл той жасап өйтіп өтпеппіз да. Өмірімде бірінші рет анама осындай сыйлық жасадым. Дубайда анамның туған күнін 58 жасын атап өтпеп. Мен оны әлімге шыққанмын. Ол сезімді жеткізу. Мен айтатыным қазір жастар көріп жатыр, үлкен кісілер көріп жатыр ғой. Сондықтан көру керек. Бұл Алла тағала берген мүмкіндігі. Біздің компания, біздің Қазақстанға қазір 16 000 халық осы біздің компания арқылы шетелге барып демалу мүмкіндік алып жатыр. 16 000 халық. 183 мемлекеттен 37 миллион халықтар барып демалып келіп жатыр. Арзан бағада. Кейбіреу тегін, кейбіреу 60%, 70% жеңілдікпен. Сондай мүмкіндікті осы біздің компанияға, біздің Қазақстанға Салтанат Шаймарданова біздің компанияға, Қазақстанға айтқан осы компанияны осындай мүмкіндікті беріп жатқан Алла тағалаға бірінші өзімнің жоғарғы спонсорларыма рахмет айтамын, осындай мүмкіндікті берген. Сондықтан қонақтар ешқандай ойланбаңыздар, егер де сіздерді осы біздің тікелей эфирге шақырған таныстарыңыз болса, хабарласып, бүгіннен бастап шешім қабылдаңыздар деймін. Өте берілген мүмкіндіктен қараңыз, мынау үнді мұхитта, керемет үнді мұхиттың ортасында теңізде кетіп бара жатырмыз біз. Мынау менің 3-ші круизім, Мальдивада барып демалып қайттым. Мальдивада Мале қаласына барып керемет демалып қайттым. Кеше қаңтар айында 26 мен 2 февраль аралығында барып демалып қайттым. Өте керемет демалдым. Мен круизді айта кетейін, енді круиздің ішінде не қандай жағдайлар жасалған. Мынау біз төсегіміздің өзін күніне 2-3 рет ауыстырып кетеді. Азанда өздері жинап қояды. Төсегімізді ауыстырып, сүргілерімізді ауыстырып кетеді. Күнде театрлар болады, программа кетіп қояды. Сол программада керемет жаңағы бағдарламалар болады. Егер де сіздер жолдастарыңызды, келіншектеріңізді, балдарыңызды шетелге апарып демалдыру арманыңыз болса, осындай күнде ресторанға шақыра алмайсыз ғой отбасыңызды. Ресторанда тегін сізді қошеметтеп күтіп алады. Сондай мүмкіндікті осы жерден көресіздер. Өте керемет мүмкіндіктер көп. Вечеринкалар бар, театрлар, үлкен кісілер, 70-тен асқан кісілерге арналған бағдарламалар бар. Барлығы живая музыка дейді ғой, жанды дауыста өте керемет әсерлі әуен тыңдайсыз. Сондай керемет енді. Әрбір қонақтарды
былай алақанға салып жүреді деп айта аламын. Ол жақтың адамдары өте керемет. Мен Испанияда Барселона қаласында болдым, Францияда болдым, Марсель қаласында, Савоннада болдым, Италия қаласында. Футбол жақсы көретін жанкүйерлерге де сондай мүмкіндік та, бұл сондай керемет мүмкіндік. Мальдиваға теңізді жақсы көретін кісілерге өте мүмкіндік. Мынау давлениесі бар үлкен кісілерге де сондай керемет мүмкіндік. Енді арзан бағада, былай қазақ тіліне қазақша теңгемен айтқан кезде бір 250 мың теңгені сіз ай сайын бөліп жинасаңыз, бір 3-4 ай жинасаңыз, соған бір керемет тегін демалып кетесіз. 7 күн бойы 3 мемлекет 7 қаланы аралап кете аласыз. Өте керемет мүмкіндіктер көп. Сосын айта кетейін, мен осы Инкруз компаниясына мен өмірімді қызық болды деп айта алмаймын. Мен қалай айтсам болады, күнделікті өмірмен өмір сүрдім да, осы Инкруз компаниясынан келгеннен бастап менің өмірім өзгерді, 180 градусқа өзгерді. Менің көз қарасым өзгерді өмірге деген. Тағы да не, мысалға менің сковородка дейді ғой, санамда тек қана 100 мың ақша, 90 мың айлық алсам, 150 мың болса маған жетеді, 200 мың болса жетеді деп жүрдім ғой мен келгем дегенше. Қазір мен миллион табыс тапсам, мен табысты қалай айтсам болады, табыс табу, былай қарап тұрсаңыз, егер сіздің арманыңыз үлкен болса, үлкен армандарды соған жетелуге осы тек Инкруз қана көмектеседі деп айта аламын. Егер сіз 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде жақсы жетістікке табыс табғыңыз келетін болса, тек қана осы компанияда жұмыс жасай аласыздар. Енді айта кетейін, енді қазір көбісіне бала шағалары бар, бала шаға үшін жұмыс жасайды ғой, азаннан кешке дейін, таңнан кеш батқанша балдар саяхатқа балдарыңызды апарып, бірге отбасымен демалып, балдарыңызды театрда өлең айтқанын, билегенін көріп, сондай балдарыңыздың сондай бірге отбасылық кештерге қатыссаңыз, тіптен ол сіз әсеріңізді жеткізе алмайсыз. Ондай кештер өте көп болады. Менің ішінде ұйымдастырушылар бар өздерінің, оның барлығы тегін, барлығы тегін. Сосын кеше айтты ғой, спиртной тегін емес деп, кейбір таңдаған путевкаңызға байланысты тегін. Айнұр ханым, мен 2 круизім спирттік соктар барлығы тегін болды. Тек қана интернет қана, қалған барлығы жағдайыңыз қалған тегін болды. Мен өте қымбат алмадым, $370 ішіне барлығы кірді. Спиртнойда, соктарда, тегін, ешқандай бір қалтаңыздан ақша кетпеді. Сондықтан мен көбісі сұрайды ғой енді. Мен шын айтамын, бұл компанияға келген кезде мен қалтамда артық ақша болған жоқ. Мен керісінше осы компаниядан мен ақшалы азаматтардың арасына қосылдым, шын мәнінде. Өйткені шетелге бару мен үшін бір үлкен бір арман болып қалатын тұғым. Мен даже армандаған да жоқпын, мұндай мүмкіндік бар екен де білген жоқпын. Осы компанияны естіген кезде, неге мен осыны қолданбасқа, жасамасқа деп мен осыны жасадым. 1 жыл 6 айдың ішінде 3 шетелге барып, 15 мемлекетке керемет, 15 мемлекет, бір жылдың ішінде, 1 жыл 6 айдың ішінде 3 круиздің 3 мемлекет қаланы аралап қайтты. Мен айтатыным, тағы айта кетейін, мен қазір мынау қонақтар отыр ғой, шешімдеріңізді қабылдаңыздар, жасаңыздар. Мен жасағанды, қарапайым мұғалім жасағанды сіздер, ол оңай сіздер үшін, бірақ сену керек бірінші. Мен өзімнен де артық осы компанияға сендім деп айта аламын. Өзімнен де артық. Өйткені мен ең бірінші бұл компанияға келмей жатқан кезде 2 апта үйден күні-түн ұйықтамай зерттеген болатынмын. Сондықтан ешқандай қорықпастан 100% осыған қосылыңыздар дегім келеді. Сеніңіздер дегім келеді. Көп видеоларда салып үлгермеген болар. Мен өйткені Инстаграмдан көрсеңіздер болады. Көбісін Инстаграмдан бәрін салған болатын. Сұрақтарыңыз болса, қонақтар неше минут қалды? Айнұр ханым, сізге сөз бермей қойдым ба? Жоқ, дұрыс. Сіздің айтқаныңыз дұрыс. Маған керісінше сіз сөйлегеніңіз дұрыс. Өйткені сізді шақырып отырмыз ғой. Бізде әлі енді 10 минуттай уақыт бар.
кішкене да. Сұрақтар Қонақтар болса, сұрақ қойсаңыздар Гүлмира ханымға. Мен сізді тыңдап отырып, қайтадан Инкрус компаниясына жазылғым келіп кетті. Мына жерде біраз сөздер болды. Сіз өте тамсанып айтып отырсыз дейді. Саяхатқа да Инкрузге де ғашық адам деді сіз туралы. Керемет, расында да өте тамсанып айтып отырсыз. Сосын кейін сіздің телефон номеріңізді сұрады бір адам. Өте керемет айтып тұрмын ғой, мен тыңдап отырып, мен өзім қайтадан жазылғым келіп кетті. Міне. Енді айта кетейін, Айнұр ханым, бұл компания келмей тұрған кезде, мынау біздің президентіміздің қолдауы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кезінде айтты ғой, 2017 жылы, ол кезде шатаспасам, 18 жылы басында Шваб Клаустың 4-ті өнеркәсіптік революция дейді ғой, 50 дамыған елдің қатарына қосылуымыз керек дейді, әлем роботтану керек. Мынау біздің Инкрус компаниясы именно біздің Қазақстанға ерте келді, 4-ші өнеркәсіптік революцияның алдыңғы қатарында отырған ең бірінші. Өйткені айта кетейін, қазір интернет желісінде бірінші орында тұр интернет желісі. Инстаграм, Фейсбук, жаңағы Авиата, Чекастрав, сайттар бірінші орында тұр. Осы сайттардың барлығын қазір ашық түрде болғандықтан біз оны жарнамалау, тегін жарнамалап жатырмыз да. Ал біздің компания, Инкрус компаниясы, жарнамаласаңыз сізге ақшалай бонустар береді да сізге. Тегін жарнамалай алмайсыз, ақша береді жарнамалаған үшін. Сіз тегін саяхатқа барасыз. Мысалға сіз турагентство арқылы шетелге Турцияға барып демалып қайтсаңыз, Айнұр ханым мысалға да, Турцияға барып демалып қайтасыз. Мен дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, аға, бәрі керемет айта кетіңіз. Турцияға барып демалып қайтсаңыз, сіз суретке қойсаңыз, сіздің достарыңыз сұрайды әлбетте, қайда бардыңыз, Айнұр ханым, қанша болады деп сұрайды ғой. Сіз оны турагентствоға жібересіз. Мен сол жақтан сатып алдым деп. Тегін жібере салам, иә? Тегін реклама. Иә, досыңыз барады да, Айнұр ханым жіберді деп айтпайды, ана турагентствоға барады да, мен де сондай жерге барғым келеді дейді. Ол досыңыз сіз сияқты сатып алады да, ол досыңызға ешқандай скидка жасамайды, сосын сізге ешқандай бонус бермейді. Қанша тұрады, сонша қанша. Ал біздің компанияда жарнама ретінде барсаңыз да, өзіңіз үшін барсаңыз да, сіз досыңызға айтпай-ақ сториске көрсетсеңіз, сіздің туысқандарыңыз сұрайды, Айнұр қалай бардың деп, сіз айтасыз, біздің компанияда арзан бағада деп. Сіз ол адамды шақырған үшін, егер ол мүшесі болса, $20 аласыз, серіктес болса, $50, $50-60-70 түседі. $50 дейін. Тегін сіз бір досыңызды шақырсаңыз, сізге саяхатыңыз тегін болады. Әр айда $260 сізге салып отырады. Мен сол жағынан бірден қызықтым, керемет нәрсе ғой, керемет мүмкіндік қой, неге маған жасамасқа деп, мен кәдімгідей алып ұшып отырып жасадым. Бір айдың ішінде 6 шілде тіркелдім, 30 шілде командама 22 адамға келдім. Өзім 7 адам шақырдым, 22 адам. Сондықтан бұл бизнеске келу мен үшін өте бір алтын балық алғандай болдым ғой мен. Алтын балық жерден тауып алғандай болдым. Сондықтан керемет. Қашпау керек болды, көңіл керек, сезіну керек бұл нәрсе. Мүмкіндік бұл нәрсе. Бұндай мүмкіндік біздің Қазақстанда жоқ. Сосын мен айта кетейін, мына карточка келді, банктың карточкасы. Егер де сіз, мен мысалға көп компанияларды салыстырмай қояйын, бірақ мен бұл компанияға неліктен келдім. Ақшаңыз сізде Каспиіңізде болмаса Народный банкте ақша тұрса счетыңызда. Сіз налогқа қарыз болыңыз, болмаса бір кредит төлемей қалыңыз, сіздің барлық счетыңызды блоктап тастайды. Блокқа қойып қояды. Ал бұл компанияда сіз қанша мемлекетке қарыз болыңыз, басқа қарыз болыңыз, сіз осы счеттан ешқандай налогқа қарыз болсаңыз да блокқа қоя алмайды. Өйткені бұл сіздің счетыңыз шетелде Америкада ашылып тұр. Америкадағы счеттағы ақшаңызды Қазақстанға көшіріп алып жатырсыз. Сондықтан мен мемлекеттік банктерден қорқамын, шетелдің банктерінен қорықпаймын. Дұрыс айтасыз. Гүлмира ханым, мына сұрақтар.
Неге именно сетевой маркетинг таңдауымыз керек дейді. Және басқа сетевой компаниялардың ерекшелігі, басымдылығы қандай дейді. Айтып тұрмын ғой, бұл жаңаша біздің Қазақстан, біздің әлемге, біздің бүкіл әлемге келіп жатқан жаңаша бұл бизнес. Сетевой компания негізі 100 жылдан бері дамып келе жатыр ғой шет мемлекеттерде. Біздің Қазақстанға бұл, былай айтсам болады, нечайно дейді ғой, салтанаттың бір алғырлығымен келді да. Егер де ол да бір бізге Қазақстанға берген бір мүмкіндік қой енді. Бұл негізі шетелде бізден 100 жыл дамып кеткен. 100 жыл дамып кеткен, 100 жыл бұрын, 50-60 жыл бұрын дамып кеткен. Бұл жаңаша түрі болғандықтан интернет арқылы жұмыс жасау дедім, ғой, жаңа айтып кеттім ғой, 4-ші өнеркәсіптік революция. Біз кейбір корабльдерде, лайнерлерде көрсеңіз, робот барменде, робот поварлар шығып жатыр ғой. Сондай біздің Қазақстанға да келеді ондай нәрсе. Анау бізде не болды ғой, экспо болды ғой. Мен мынаны айтып тұрмын ғой, сетевой компанияның жаңаша түрін бастауға қазірде, бүгін де сіз келсеңіз, сіз әлі басында тұрсыз. Ертең 10 жылдан кейін айналаңыз бәрі осы компанияда болады. Өйткені кезінде Мереке, Арифлейм деген компаниялар тұрған кезде, біз бәрі Арифлейм, Мереке деп бір жаңаша нәрсе келді ғой біздің өмірімізге. Ой, французский духилардан бөлек, американский духилар, американдық, немістік порошоктар, Энвей, тағы да не шетелдің нәрсесінде құмар болдық қой. Бұл да бір жаңаша идея. Қазір мысалға Мереке, Арифлейм таңғалдырмайды, шетелдің компания продукциясы бар нәрсе таңғалдырмайсыз. Қазір бізде самый элегантный дейді ғой, самый бренд дейді ғой, брендовый компания бұл бізде путешествие. Сондықтан бұл путешествие компания, сіз продукцияны қолданыңыз, қолданбаңыз, бұл жақта сіз халыққа продукцияны арзан бағада тұтынуға рұқсат бересіз, мүмкіндік бересіз. Сондай мүмкіндікті неге қолданбасқа деп, басқа компаниялардан салыстырғанда, бұл компания бізге 70% тапқан табыстан 70%-ын бізге айлық есебінде, бонустар есебінде беріп отырады. Ешқандай компания тапқан табыстан 70%-60%-ын бермейді. Мен сондықтан осы компанияны маркетингін көрген кезде, маркетинг планын көрген кезде бірден айттым, мынау деген керемет қой, мынау неге жасамасқа, мынау деген мүмкіндік қой. Мен командамда біразы отыр, бір айдың ішінде $5,000 алғандар бар, бір айдың ішінде $1,5 миллион, $2,500 ақша алғандар бар. Бонустарды, 5 бонустың бәрін алғандар бар, бір айдың ішінде. Мен айттым ғой, бүге шігін бонусты қалай келеді, қалай жасалады, қалай тегін мүмкіндік бар, соның бәрін қатарынан айтып келдім. Біреу болмаса біреуі бірден қағып алды. Сондай мүмкіндіктерді мен әрдайым айтып жүремін. Сол мүмкіндікті қолдану керек. Егер бұны оқитын болсаңыз, франшизаны сатып алсаңыз, серіктестікті сатып алсаңыз, сізге барлығын паш етіп береді. Реферальный ссылка, визитная карточка, договор соглашения, банкоматтық карточка, компания сізге дайын үлкен бизнесті сізге паш етіп береді. Сондықтан ондай бизнесті қолдану мен үшін бірден жасадым ол нәрсені. Сондықтан Айнұр ханым сізге сөз бер дейді. Жоқ, айта беріңіз, қазір кішкене қалды, аяғынан айтып кеттіңіз, сізді әдейі шақырып қой эфирге. Мүмкіндік өте көп. Жасай беру керек болды. Егер де сіздің таныстарыңыз түсіндіре алмасаңыз, ренжімеңіз, қайта ол нәрсені екінші мәрте жақсылап түсіндіруге тырысыңыз. Біреулер бір адамға айтады, беті қайтып қалады ғой. Ана Санди Мадиянова деген бар, ойбай, Асия Даниярға 12 рет барғаны ма? Да, 13 рет Ақмарат Нұрланова 13 рет хабарласып айтқан. Асияға 13 рет. Алдынан 13 рет. Сондықтан бір рет жоқ дейді ма, ол кісіні сіз түсіндіре алмадыңыз, ол кісінің жүрегіне жеткізе алмадыңыз. Екінші мәрте тағы да айтып көріңіз. Тағы да жеткізе алмасаңыз, үшінші рет айтып көріңіз. Соның жүрегіне жету үшін жоқ дейтін адам жоқ. Бұл ұсынысты екінің бірі қолданады. Ақшасы бар да, жоқ та қолданады. Жоқ дегені саяхатқа қолданады. Бірақ соны жеткізе білу керек деп ойлаймын. Жеткізіңіздер.
өздеріңіз де соны жетік меңгерсеңіздер, сіздерде бәрі жақсы болады. Жетік меңгеру керек деп ойлаймын. Өзім сол 22 адамды меңгергеннің арқасында 2 апта жаңа мұғаліммін ғой, анаусын мынаусын тексеріп, былай қарадым, ешқандай мін таппаған соң, ой, мен мынаған қосылайын, болмайды деп ең бірінші біз бастағанбыз. Сондықтан қазір менде Меркеден бар, Шиеліден бар, енді Қызылорда облысында біраз директорлар бар. Сондай мүмкіндікті әрбір адамға айту керек. Ағайын, туыста осыған бару керек. Неге сіз ғана баруыңыз керек? Қызғанбаңыздар, айтыңыздар. Әрбір қазақ, қарапайым қазақ ақшасы жоқ па, бар ма, айта беру керек. Даже біздің компанияда айта кетейін, Айнұр ханым, мына пол жуатын адам директор статусына көтере алмайды ғой, мемлекеттікте, иә? Білімі жоқ адам. Әрине. Отыра алмайды ғой. А біздің компанияда сіздің біліміңіз бар ма, жоқ па, сіз кім болғансыз, басқа пол жудыңыз ба, болмаса сатушы болдыңыз ба, оқудыңыз, ол маңызды емес. Сіз осы бизнесқа келдіңіз ба, бастадыңыз ба, команда құрдыңыз ба, сіз директор статусына көтере аласыз. Директор болып келетін адамдар айта аласыз. Біліміңіз бар ма, жоқ па? Мен өзім мұғалім сіздерге айтып кетейін. Сіз 5 рет қызыл дипломмен оқушыны бітірдіңіз, болмаса сіз алтынмен бітірдіңіз, сізге бәрібір сол 1 айлықты береді, 1 айлық табысты береді. А біздің бизнесте қанша директорлерді өсірдіңіз, білім сол паш еткізіп, сол директорлерді шығардыңыз, сіз жоғарылай бересіз ғой. Сізге неше түрлі рангтар береді. Сағатқа шейін береді, 10 түрлі доход бар. Швейцарский ролик сағаттар береді. Сондай исполнительный директор деген атын қазақшасын айтып жіберіңіз. Атқарушы директор. 25 мың доллар, ақш долларымен сізді тегін оқытады. Сондай бір 10 түрлі доходтары бар. Соны қызғанбаңыз, айтыңыз. Пол жуатын кісі болса да айтып кетіңіз. Шын айналаңызда. Болса да айтып кеттіңіз. Біздің бизнесті жас балаға да, студентке де, кәріге де, пенсионерге де бәріне айтыңыз. Өйткені бәрінің арманы саяхат. Саяхаттағым келмейді деген адамдар өтірік айтады деп ойлаймын. Және ақша тапқым келмейді деген адам ол да болмайды, айтыңызшы. Иә, ол да болмайды. Ақша тапқым келмейді, ақша керек емес деп. Бұл үлкен бизнес. Сондықтан сұрақтарыңыз неше минут қалды, Айнұр ханым? 2 минуттай бар әлі. Прям керемет болып отыр да мына эфир. Сізге қарап айтып тұрмын ғой, мен қайтадан жазылғым келіп кетті инкрузисқа 2-ші реттегі. Мұнда бір сұрақ болды. Сіз ақшаны қай банкоматтан шешіп аласыз деп біреу сұрады бағана. Мына көрсеттім ғой. Народный банктен. Қандай банкоматтан дейді, қандай банкоматтан? Народный банктен аламын, кассадан доллармен алу үшін кассадан аламыз. Ойбай, теңгемен алу үшін банкоматқа салып 100 мыңнан артық бермейді, 100 мыңға шейін береді күніне. Ал банкте қанша 2500 долларға шейін ала бересіз. Мен Айнұр ханым видеом бар, әр айда мен видеоға түсіріп отырамын, командама көрсету үшін. Әр айда уақытын, күнін, айын айтып түсіріп отырамын. Мен долларды алыватқанымды. Дұрыс. Это мотивация, я командаға деген. Сондықтан сіздің командаңызда өте көп ондай аласыз. Иә, ол деген керемет жайып тұрсыз ғой сізде. 63-тегі апа дедіңіз ба? 3 күнде 30 адам қосты деген, ол деген масқара ғой. Ол сіздің күнде видеоңызды ай сайын көріп, дереу қосқан ғой 3 күнде 30 адамды. Быстрый старт дейді, ол кезде сразу. Иә, $1000 дейін айлық алды ғой. Иә? Ол кісі 20 январ тіркелді, 23 январ 30 партнер тіркеп маркетинг директоры болды. 1 минут қалды. $1000 бонусын алды, 30 партнер тіркеп, барлығы $5000 алды ғой. $4960. Керемет. Қазір бізде уақыт аз қалды, Гүлмира ханым тез қоштасып алады, өйткені бізде эфир тез бітіп қалады, елмен қоштасып үлгере алмаймыз. Гүлмира ханым, сізге өте көп рахмет. Тағы да қайталаймын, бүгінгі эфиріңіз өте керемет. Сіздің лидер екеніңіз көрініп тұр, топ басшы екеніңіз көрініп тұр. Өйткені аумақтық директор дегеніміз біздің компанияда ол лидер деп аталады, топ басшы. Сіздің командаңыз 500 адамнан астам, керемет команда, керемет елге қонымды сөздер айтыңыз. Көріп отырған қонақтар ойланбай қосылады деп ойлаймыз. Енді өзіңіз тағы бірдеңе айтып жүрсеңіз, қазір біздің эфир сонымен аяқталады. Мен телефонымды сұрайтын болсаңыздар, менде Инстаграмда Айнұр ханымнан шықсаңыз болады, мен жазып берсеңіз болады. Мен жазып қоямын.
көршілес таныстарыңыз, мен көршілес командаға да көмектесе аламын. Таныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, білмей жатқан болса, сұраңыздар. Өйткені біз бизнесте бір-бірімізге көмек, қолдау көрсетеміз. Бізде қызғаныш деген нәрсе жоқ. Біз бәрін көрсетеміз, бәрін. Не бар, не қандай мүмкіндік бар, қолымнан келгенше көмектесуге дайынмын. Қосылыңыздар, жасаңыздар. Осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Отбасыларыңыздың, балдарыңыздың өмірі болашағы